Асхан әлеміне қош келдіңіз, қадірлі көрермен. Мен сіздерге бүгін кезекті видеомда мынандай қарын салат көрсететін боламын. Міне дайын болған түрі осындай. Сиырдың қарынынан жасадым. Енді қарын салат ол кәрістердің салатын жеп жатамыз. Бұл енді қазақша вариант салаттың. Осыз қоспайтын, басқа көп қосатын дәмдеушілері жоқ, таза қазақша. Осындай қарын салаттың қалай жасалғанын көргіңіз келсе, осы видеоны менімен бірге соңына дейін қараңыз. Толық рецепт описаниедан кейін жазылып тұрады. Мен ендеше бастаймын. Міне, ең басты керек затымыз осы сиырдың қарны. Осы өзі жуып, тазаланып сатылады екен, бірақ мен тағы бір жуып жібердім. Қалып кеткен жерлері болса, осылай пышақпен қырып алып, майлы жерлері болса да майын да алып тастадым. Ол май бар жерді жемейді ешкім. Солай бірсыпыра тазалап алғаннан кейін, осындай бір бөліктерге бөліп, қазанға салдым. Қазір жақсы заман ғой. Мен әрдайым айтып отырамын. Базарда бәрі сатылады. Тазалап, жуып сатады. Бұрын ондай болмайтын еді. Қазір осы қарын деген нәрсені де жақсылап тап-таза қылып жуып сатады. Риза боласың, алып пісіріп жегің келеді. Біздің отбасымызда да осындай қарыннан жасалған тағамдарды ұнатады. Біз осындай қарынға азғана фарш қосып, манты да жасаймыз, орама да жасаймыз, және басқа тағамдар да жасаймыз. Енді салат ол өзінше. Неге қазақша вариант деп айттым? Себебі біздің енді үйде балалар болғандықтан оларды жейді. Өте қатты ащы болғаны керек емес. Және уксус, соевый соус деген заттарды да қоспай, кішкене қарынның өзі де дәмді ғой деп, оларды қоспадым. Қазанға бөліп салдым да, су құйып тағы бір жуып жібердім. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, осылай мыжғылап жуып басқа ыдысқа салдым. Тағы да бір қалып кеткен жерлері болса деп, әрқайсысын жеке-жеке алып, қарап, сөйтіп барып салдым келесі ыдысқа. Енді бірен-саран сондай бір жеуге жарамайтын жер кетіп қалса да, піскеннен кейін ол өте оңай алынады. Қазанға қайта салам. Содан кейін үстінен таза су құямын. Кейбір ірілеу болып кеткен бөліктерін осылай тағы да екіге бөліп тастаймын. Қазанға сыйымды болсын. Себебі қайнау барысында бұлар кішкене қатайып, қазанға сыймай кететін әдеті бар. Алғашқысында ісініп көбейіп кеткен сияқты болады бұл қарын, бірақ қайнап пісу барысында кішірейіп кетеді. Міне толтырып су құямын. Осы ыдыспен 1,5 ыдыс су құйдым. Қазанды толтырдым сумен. Қақпағын жаптым да отқа қойдым. 30 минуттан кейін қайнап шықты. Аса қатты көбік шыққан жоқ. Сонда да бір ас қасық тұз салдым да шамалы араластырып қойып, қақпағын жаптым да астының отын бәсеңдетіп қойдым. Енді бізге бұл қарын жай қайнағаны керек. 2 сағаттай қайнап қарнымыз жұп-жұмсақ болып пісті. Бөлек ыдысқа жақсылап түсіріп аламын, суын сорғытып. Қарынның уылжып піскені көрініп тұр. Мен кескен бөліктердің кішірейгені де көрініп тұр. Қарнымыздың мөлшері азайып кеткен сияқты. Бірақ бұл қарын қайнағанда осындай болады. 2,5 килограмм шик кезінде бұл қазір где-то примерно 1,5 килограммдай ғана қалды. Мүмкін даже 1 килограмм өлшемедім. Шамалы суды, бірақ қатты суыған жоқ, әлі де ыстық. Мен тақтайдың бетіне салып турауға кірістім. Енді турауға келсек, өздеріңіз қалайсыздар, сол мөлшерде, сол көлемде етіп турап аласыздар. 4 бұрышты ма, тік 4 бұрышты ма, сопақта ұзыншалау ма. Мен осылай ұзыншалау етіп кесіп жатырмын. Осылай. Бәрі бірдей болмаса да, бірдей етуге тырысамыз. Жаңағы бір қалған құтқан майлардың осындай қалған пышақпен қырып алып тастап жатырмын. Өте оңай алынады. Қарынды жақсы көретін, қарынды өзі пісіріп жегісі келетін қыздарға бұл тегін мастер-класс болды. Осы күйінде де жей беруге болып тұр қарынды.
Ендігі кезекте бір пияз бен бір сәбізді табаға қуырып аламыз. Пиязды тураймыз. Табаға 3-4 ас қасық өсімдік майын құйып, май қызғаннан кейін пиязды салып қуырып бастаймыз. Пияз қуырылып атқанда сәбізді үккіштен өткізіп аламын. Корей үккішінен өткізіп аламын сәбізді. Және шамалы пияз қуырылғаннан кейін сәбізді де пиязға қосып жіберемін. Пияз бен сәбіз қуырылу барысында аздап тұз себемін, 1 шай қасықтай, қатты толтырмай, паприка 1 шай қасық себем және қара бұрыш. Осы тұздығымыздың дәмі жақсы болсын деп. Оларды да араластырып шамалы майға қуырыңқырап жібереміз. Енді бұрыштарымызды тураймыз. Бұрышымыз ащылы, жартылай ащы бұрыш. Қатты ащы болмайды. Дәмі үшін қосайын дедім. Бірақ бұдан артық ащылық беретін бұрыш қоспаймын. Корейский ұлттық салаттарда олар үгітілген қызыл бұрышты жақсылап себеді. Паприканы да өте көп себеді олар. Сондықтан олардың салаттарының түрі де, түсі де қып-қызыл болып тұратын содан. Міне мен ұсатып осылай 2 бұрышымды турап алдым. Артынан петрушканы да турап бөлек ыдысқа салып аламын. Петрушканы бетіне себуге дайындап жатырмын. Осындай көкөніс қосып жеген, тамағымызға көкөніс қосып жеген әрдайым пайдалы. Енді туралған қарынды қайтарып столдың үстіне әкелемін де, жаңағы туралған ащы бұрыш, қуырылған сәбіз бен пиязды үстіне қосамын. Алдымен паприка қостым 1 шай қасық, тұз қостым 1 шай қасық. Одан кейін 50 грамдай қатты қызған өсімдік майын құйып жібердім ащы бұрыштың үстіне. Және дайын тұрған сәбіз бен қуырылған сәбіз бен пиязды қостым. Кеңдеу ыдысқа ауыстырып салдым да, қолыммен емін-еркін жақсылап араластырдым. Одан кейін бетін жауып, 1 сағаттай бір шетке қоя тұрдым салатты, дәмі сіңсін деп. Міне 1 сағаттан кейін қайтадан ақ табаққа ауыстырып салдым. Бетіне көк шөпті септім. Міне осындай дәмді салат дайын болды, қарыннан жасалған. Сіздер де дайындап көріңіздер осы рецепт бойынша. Ұнаса лайк басып пікір жазыңыздар. Кәне дәмін көрейік. Керемет. Қарнымыз уылжып тұр. Шайнамай жұта беретіндей болып тұр. Егер қарын салатты ұнататын болсаңыз, міне осы менің рецептімді пайдалансаңыз болады. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін үлкен рахмет. Ас болсын.